папамын. Ол менің кішкентай інім Джордж. Бұл шошқа мама, а бұл шошқа папа. Тұрай Пеппа. Ықылық. Пеппа, Джордж, мама және папа таңғы ас ішіп отыр. Бүгін тамаша шуақты күн, және Пеппа мен Джордж бақшаға барып ойнауға асығуда. Мама, далаға барып ойнасақ болады ма? Асыңды ішіп болғаннан кейін барып ойнасаңдар болады. Джордж, шырынды олай тез ішпе. Джордж шырынды тез ішіп еді, енді оған ықылық тиді. Енді барып ойнасақ болады ма? Алдымен Джордждың ықылығы кетсін. Бірақ оның ықылығы кетті ғой. Солай ғой, Джордж. Жарайды, сыртқа барып ойнасаңдар болады, бірақ Джорджды байқап жүр. Пеппа мен Джордж бақшада ойнауды жақсы көреді. Джордж, қазір мен лақтырам топты және сен ұстан керексің. Джордж, ықылықты қойсай. Джордж! Енді сен топты лақтыр, соңген мен ұстаймын. Джордж! Ой, бұл Джордждың ықылығы ойынды бұзып жатыр. Джордж, мен білемін не істеу керек. Сен менің айтқанымды істе. Басында және ішінде оқыла. Жақсы, енді ықылық демейді. Пеппаның ықылықты емдеу тәсілі істемеген сияқты. Джордж, сен дұрыс емес дедің. Мен білем қалай ықылықты кетіруге болады. Алдымен үш рет бір аяқпен жоғары төмен секір. Енді қолдарыңды жоғары төмен сілте. Және тіліңді шығар. Енді көзіңді жұм да бір орында үш рет айнал. Пеппаның жаңа емі де өтпеді. Джордждың ықылығы сол қалпы қалды. Мен білем, ықылықты емдеу үшін науқас торайды шошыту керек. Джордж, мен сені шошытам, бірақ бұл тек ойын ғана, және ол ықылықты жояды. Есіне сақта, бұл өтірік шошыту. Пеппа, сен Джорджбен бүйтіп дөрекі ойнамасай, ол әлі кішкентай ғой. Кешір, мама, мен жай Джордждың ықылығын кетіргім келді. Джордждың ықылығы кетті. Шошқа папа 2 стақан шырын алып келе жатыр. Джордж, тым тез ішсең қайтадан ықылық пайда болады ғой. Мен Джордж сияқты кішкентай емеспін. Мен шырынды тез іше алам.